Мойынқұмнан Көкіш Балтынбек, Жасұлан бауырым, арғы аталарымыз бірге туған. Содан кейін солардың біз немерелеріміз. Ол жерге не қылуға келіп қолын ұстап көрді. Бауырында шығып бар екен, аға деп айтты. Содан кейін мен сеніп кіремедім енді. Пендеміз ғой. Пенде болғаннан кейін әр нәрсені айтамыз. Қалай ол қолымды көре салды дағы. Бауырыңызды ісік бар екен. Бірақ қалай деп айтсам екен. Онша көп емес, бірақ ісік бар. Начальный признаки жаңағы сервис пешінің несі соған кеп тұр. Бірақ оны не қылу үшін диета сақтап жаңағы дәрілерді ішу керек деді. Қандай дәрі іштіңіз? Қандай дәрі бердім сізге? Шөп дәрі бердім, иә? Иә, не бердіңіз? Корень лопух. Лопух сөйлеген жаңағы. Одуванчик. Бақ. Одуванчик, аға. Сол екеуі жаңағы. Лопух и орысшасы қалай еді? Одуванчик. Одуванчик. Қазақшасы бақ. Анауның қазақшасы шай қура екен. Лопухтың қазақшасы. Сол дәрілерді іштім. Қанша уақыт іштіңіз? Я бір айда іштім. Примерно бір айда іштім. Ана столовый ложкаменен бір ложка салам, 1,5 литр су құям. Сөйтем да 2 минут қайнатам, сөйтіп суып қоям. Сол оймен жаңағы суығаннан кейін бетін кастрюльмен жаңағы салқын жерге қойып қоям, терезенің алдына, неге салқын жерде отырады. Содан кейін 200 граммдық стақанменен аш қарынға. Аш қарынға біреуін тартып аламын азанда, бір мезгіл болып. Содан кейін жаңағы 30 минуттан кейін ба, жарты сағаттан кейін бар тамақ ішемін. Қазір енді нәтижесін көрсетіңізші қолдың ненің. Міне, корень лопух одуванчикті ішкен мына өзіміздің ағайын ағамыз Алтынбек деген. Міне, осының бәрі қарап отырсаңыздар, мынаның бәрі қоңырдақтар болған. Мына қолда да қоңыр болғанның бәрі. Мына жақта қоңырдақтардың бәрі азайды. Қазір арасында байқасаңыздар, ағарып жатыр міне. Мынаның бәрі қою қара етінде жердегінің бәрі қою. Іште тартылыпты? Ішіңізде тартылып қойған ғой? Іш тартылды. Аяқтарыңыз қалай? Буындарыңыз жақсы болды ма? Буынның бәрі жақсы, жаңағыда балға тиген жер болмаса, ол қайтама деп отырмын. Қайтады. Оны жаңағы сылап тұрсам не болады? Қайтады ода. Ал, Алтынбек өге, өмірде тарихта қалсын. Мен Инстаграм, ТикТокқа салам. Енді халқым ойлап қалмаңыздар, мынау ағасы болғаннан кейін айттырып жатыр деп. Бұл кісі мұрның қисық болса, мұрның қисық, көзің қисық болса, көзің қисық деп айтатын кісі. Бір беткей, сондай. Осы Алтынбек ағамыз, мына ағайын ағамыз. Маған осы 2 жылдың көлемі болды, анда-санда келіп кетеді, ана жерім, мына жерім деп. Соны дұрыстап қоясың. Осы жол келген кезде жаңа айтып отқандай бауырында кішкене ісік пайда болған. Соны қара дағы түсе бастапты, серьездің признактар деп айтқан рас. Бірақ сіз осындай шөп дәрілерді ішіңіз деп, сол берген шөп дәрілерді бұл кісі 1 айдың көлемінде ішті. Қазір Құдайға шүкір, результат деген әдемі, денесін бәрі мұздап тұратын. Міне, дене деген қызып, жақсы болып тұр. Алла шипасын берсін көке. Айтқаныңыз келсін. Ұзақ жасаңыз. Балаша неменен қолында майжалап су ішуге Алла қаласа бұйырсам ба деп отырмыз жаңа немерелер ғой жаңа тұрмысқа шығып жатқан. Енді шөберенің қолынан шай ішсек арман жоқ. Ал қазағым не деймін менің оқырмандарыма? Саған да қолыңа дерт бермесін. Осылай халыққа жақсылық істей бер, олар болсын. Аман есен болыңдар. Бұл бір істеген жақсылығыңыз ол. Біреуге жағады, біреуге жақпайды. Адам баласына жағудың өзі қиын, бірақ өзінің басынан өткеннен кейін не қылып айтады. Ал қазақ болғаннан кейін бір нәрсені бұрып жүрмесек басымыз ауырады ғой. Ол шындықтай білген ғой. Ал қадірменді қазағым, киелі әулеті жерім, менің оқырмандарым, таныс, тамыр, ағайын, жекжат достарымыз бар. Менің емделушілерім бар. Барлықтарыңызға айтарым, ауыр ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Көбінде мына шөп дәрілермен емделіңіздер,
Koyынлапов одуванчикпен қазір мен көп уақытта сахарды да емдеп жатырмын. 9-12 болып кеткен сахарларыңыз уже 4-ке түсіп жатыр. Сондай жағдайлар, жаңалықтар болып жатыр. Міне ағамыздың өзінің бауырының ат-өгі жоқ. Врач таңғалған, бірінші түсірген, кейін тағы тексерілген, ісіге қайтқан. Алла шипасын берсін, амандықта, жақсылықта жолғайық қазағым.